Ата, әже, бізге қонақтар келді. Ей қарақтарым, қонақ келсе құт деген. Келсін қонақтар. Келіңіз, төрлетіңіз. Ассаламу алейкум. Келіңіз, төрлетіңіз. Ал келін, қымық қызыңнан құйық. Ал келіңіздер, сіздерді қазақтың көне бұйымдарымен таныстырып жіберейін. Көбі қол дермен келді жасап. Көбі биенің сүтін сауып, биенің сүтін ашытатын құрал. Ол не үшін керек? Бұл құрал ағаштан жасалады. Ағаш хош иіс береді, дәм береді. Қандай ағаштан жасалады? Бұл ең жақсысы қайың, емен, жаңғақ ағаштарынан жасалады. Ал мынау қазақтың көне бұйымы, бұл қол дермен деп аталады. Бұған ұн тартады, дән тартады. Ол қалай жасалады? Бұл екінші тақтастан тұрады, астыңғы тас қимылдамайды, орында тұрады, үстіңгі тас тұтқасы болады, дән салатын тесігі болады. Бұған жүгері, бидай, арпа өнімдерін тартады. Ал мынау келі дейді, бұған дән түйеді. Бұл өнім, бұл құрал тек қана дәндердің қабықтарын аршып, ұн тақ жасайды. Бұл келі алсақ бұл аталады. Керемет! Қазақ халқының бұндай көне ыдыстары бар екенін білмеппіз. Ал келіңіз енді сізбен бірге отырып қазақтың әнін шырқайық. Ал атасы қолыңызға домбыраңызды алыңыз. Ал құрметті қонақтар, сіздердің құрметтеріңізге қазақтың қалағаны күміс құмай әнін орындап берейін. Күміс құманай, отта тұрғанай, айналайын көзімнен ашып жұмғанай. Бекзаттарым-ай, жекжаттарым-ай, қонақ болып аулыма кеп жатқаның-ай. Біздің ауыз сұрасаң бер тұрғанда-ай, қайын ағашым-ай, сарын жеп тұрғанда-ай. Аймекімнің өзгенің не қылайын-ай, тал шыбықтай бұралып сен тұрғанда-ай. Қонақ болып аулыма кеп жатқаның-ай.